Электр қуаты қажетті мөлшерде емес, алайда бағасы қымбат. Қарағандыда жеке сектордың тұрғындары электр құрылғыларын қолдана алмаймыз деп шағымдануда. Есесіне тоқ ақысы өзгелерден едәуір қымбат келеді екен. Мәселенің мән-жайын тілші біліп көрді. Я пыталась в понедельник, я заложила в 11 дня стирку, и в 11 вечера она у меня только ржала. Это 12 часов. Галина Корешкова жылда көктем мен күз айларында электр қуатын төмен болатынын айтады. Себебінен шаң сорғышта, қысқа тоқынды пеште, жылытқышта жұмыс істемейді. Әдетте 5 минутта қайнайтын шайнекті жарты сағат тосу қажет болады екен. Мәселе электр қуаты 140 вольттан төменге түсіп кетуінен пайда болыпты. Көктем мен күзде электр қуатының бағасы әдеттегіден қымбат. Басқасын айтпағанда су қайнатудың өзі ұзақ уақыт алады. Мысалға әдетте 3,5 төлесек, бұл айларда 5000 теңге келеді. 12 айдың 3 айы қиналыспен өтеді. Бұл аудан салынып жатқан уақытта желілер бір үй сағатына 4 киловатт электр қуатын тұтынады деген есеппен